Мен Ұлпан романын оқи отырып, қазақ әйелінің даналығы мен қайсарлығына ерекше тәнті болдым. Бұл шығармада автор Ғабит Мүсірепов Ұлпан бейнесі арқылы ел басқарған ақылды, парасатты, көреген әйелдің бейнесін шебер түрде суреттеген. Романда Ұлпан бейнесі тек отбасының ұйытқысы ғана емес, қазақ халқының қамын ойлаған ақылды, әділ жан ретінде көрінеді. Ол қиын жағдайда да сабыр сақтап, дұрыс шешім қабылдай білген. Яғни өз заманның шеңберінен шығып, ерлермен тең дәрежеде ел ісіне араласуы оның ерекше тұлға екенін көрсетеді. Мен Ұлпанның батылдығы мен елінің қамын ойлаған жанашырлығына ерекше тәнті болдым. Бұл шығарма арқылы қазақ қоғамындағы әйелдің рөлі, оның ішкі күйі және рухани биіктігі жоғары суреттелген. Қорытындылай келе айтарым, Ұлпан романы бұл тек тарихи шығарма ғана емес, сонымен қатар тәрбиелік мәні зор, оқырманға ой салатын туынды. Бұл кітапты әр адам оқуы керек деп ойлаймын, себебі ол өмірлік құндылықтарды түсінуге көмектесетін зор туынды. Көрнекті туындысы Ұлпан роман. Қыз екенін кімге көз салғаннан байқап қалады. Араласып, әділ шешім шығарады. Қалсам, енді жаңа ішіп бөле қоямын деп, жаудың қолында енді намыстанып жаңа, оды ішіп бөле салам деп салып жүрген ғой. Соны жаңа кім алып алған ғой? Соны өмір бойына сақтап келеді. Жаңа таласында, 19 ғасырдың қазақ таласында болған оқиға. Жағдайлар бұл ішіндегі тәртіптің бәрі орнатып. Жас болса да, жігіт бірін айта кеп. Бұл жерде, яғни әйел бола алды. Бұл шығарманы Ғабит Мүсірепов өзі менің қуандым деп Ұлпан бейнесі. Қыз кезі бөлек, жаңағы елді анасы болған кезі бөлек, және күйеуі сал болып төсек тартып қалған жерде 10 жылы еркекке тұрғысыз ғана авторлық айтады. Еркек шыдамас қиындықты басынан кеп. Есеней еткенге дейін кәдімгі төсекте жатады, есенейдің қол аяғы дірілеп, сал болғаннан қол аяғы дірілеп, соны 4 кісі екі жағынан аяғын қолын басып ұстап отыр. Айтпыша дірілеп, батыр болған адам ғой. Ұлпанның өмір сүрген уақыты ол мүлдем басқа ойына түйіп, соны жүзеге асыра білген. Мәселен ол көргенде сағат сол киноны олар өте жақсы түсінуі мүмкін. Ал мына әдеби шығарманы оқымағандық. Ел басқаруының өзі, Ұлпанның да ең соңғы оның азаматтың өмірінде коучтар өзгертеді ғой. Үлкен үйде отырады ғой, үлкен үйде отырады ғой. Екінші әйел алғасын, апасыз деген, мында шығасыз ба, үлкен кісі қарсы алып еді, деген сияқты нәрселер айтады да, ақырында жаңа есік алдындағы қызметшілер тұратын үйге шығады да, сосын жаңағы қызының орнын басып келіп тұрған қыз баланы, жаңа әйел адамның ниетін несін білгеннен кейін жаңағы күні кеше күркіреп тұрған Ұлпан ғой, енді барлығы Ұлпан ана да бұл шатас жаңағы енді адамның күйеу баланың бұның қолына келіп күйеу бала болуға қол қоюдағы негізгі ниеті жаңа Есенейден қалған әу баста өздерінің әкесінің осы Есенейді солай, Есеней бұның әкесіне осындай бір нәрсе жасаған ғой, сол қастықпен келіп тұр ғой, бірақ кейін жазады ғой, ең соңындағы жаңа эпилогта ол Торсанның бауырынан тараған балалардың өздері де осылай тоз-тоз болып кетті деп. бір баласы. Тәрбиелік мәні зор туынды. Ұлпан бейнесі арқылы біз даналықты, сабырлықты, көшбасшылықты көреміз. Қатысқандарыңызға көп алғыс.